Hi guys, how are you today? Today we will learn present simple. Бүгін біз осы шақты үйренетін боламыз. Яғни болымды түрі, болымсыз түрі және сұраулы түрін. Ең алдымен positive, яғни болымды түрін үйренеміз. Яғни бұл жерде осы шақта не өзгереді? Әрине етістіктер, етістіктердің қалай өзгеретініне мән береміз. Мысалы бір етістікті алайық. Play, ойнау. Қалай болады? Алдымен есімдіктерді жазамыз, мысалы I және he, she, it. Жекеше түрде, ал көпше түрде we, you және they. Енді play деген етістікті алдық, енді осы play деген етістікті осы шақта қоямыз. Ол қалай болады? I play ешқандай да өзгеріске ұшырамайды. Мен ойнаймын. I play. He plays. Қандай өзгеріс бар? S жалғанады. He де. She plays. Бұл жерде де S бар. It plays. He, she, it де етістікке S жалғанады. Көрдіңдер ма? Осы өзгеріс болады. Яғни I де ешқандай да өзгеріс болмайды етістікте. Тек he, she, it де болады. Енді көпше түрде қалай болады? We, you, they. Бұларда да we play. Ешқандай да өзгеріске ұшырамайды. You play. They play. Тағы да қайталап өтемін. I play. He plays. She plays. It plays. We play. You play, they play. Яғни бұл жерде өзгеріске ұшырайтын тек қана he, she, it деген етістікке S жалғанады міне. Тек қана he, she, it. Осыны есте сақтап қаламыз. Барлығында да мағынасы бірдей. Мен ойнаймын, сен ойнайсың, ол ойнайды, біз ойнаймыз, олар ойнайды. Бірақ he, she, it те міндетті түрде етістікке S жалғанады. Бұл болымды түрде ғана. Осыны есте сақтап қаламыз. Енді сұраулы түрі қандай болады? Осы шақ, яғни сұраулы түрінде қалай болады? Қазір жазамыз, үйренеміз. Енді сұраулы түрінде біз екі сөзді қолданамыз. Do және does деген. Мүмкін өткен сабақтарда өткен боларсыңдар, яғни do және does. Сұраулы сөйлемде міндетті түрде қосымша сөздер алдына шығады, білесіңдер. Мысалы, I am teacher, a teacher болса, am I a teacher деп өзгертетін едік қой. Тура сол сияқты do мен does сөйлемнің басында келеді. Ары қарай есімдіктерді бірінші осындай қосымша сөздер, одан кейін есімдіктер, одан кейін барып етістіктер келеді. Алдымен do мен does келеді. Do келген кезде қай есімдіктер қолданамыз? I және play. Мысалы, play алдық қой, play. Сұрау белгісі. Яғни, do I play? Осылай құрылады. Do I play? Мен ойнаймын ба? Do I play? Do басында келеді. Келесі есімдік келеді I, одан кейін етістіктің өзі келеді. Do-ге тағы да we, сосын you және they. Былай бөліп қояқ, Play барлығында ешқандай да өзгеріссіз осылай қалады. Мына жерде түсінбей қалмаңдар. Play деген етістік тұр. Яғни do болған кезде do I play, do we play, do you play, do they play. Осылай do-да осы есімдіктер қолданылады. Яғни мына I, we, you, they-ға тек қана do қолданылады. Осылар төртеуіне мына do қолданылады. Енді does қайсына қолданылады? Does, he, she, it. Осы үшеуіне does қолданамыз. Мына жерде play. Міне, does he play, does she play, does it play. Яғни does-ды тек қана he, she, it те қолданамыз. Ал do-ды I, we, you, they.
етістіктер сол күйі тұрады екеуінде де. Болымды және сұраулы түрін үйрендік, енді болымсыз түрін үйренеміз. Болымсыз түрінде бағанағы сұраулы түрінде қолданған do, does'ды тағы да қолданамыз. Бірақ болымсыз түрінде, яғни not деген жалғаумен тағы да қосамыз. Мысалы, мен ойнаймын дедік, енді мен ойнамаймын десек қалай болады? I do not play. Яғни, мұна жоқ болған кезде I play, яғни мен ойнаймын дедік, енді do not дегені қосқан кезде болымсыз түрге айналып, мен ойнамаймын деген мағына береді. Яғни I do not play. Do not дегенді көбінесе қысқартып жазамыз. Қалай жазады do not-ты? Қысқартылған формасы don't. Осыны көп кездестіресіңдер, осылай, осы қысқарған формасында келеді. Яғни do not немесе don't деп жазсаңдар да, екеуі де қатесіз, екеуі де дұрыс. Қай түрінде жазылған келеді, өздерің білесіңдер. Do not десек те болады, don't деп қысқартып айтсақ та болады. I do not play. Енді келесі. He, she, it. Үшеуіне бірдей жазсақ болады, себебі үшеуінің формасы бірдей. Оларға қайсысы болады? Does not play. Ол, he, she, it үшеуде ол деген мағына ғой. He ұлдарға, she қыздарға, it жансыз заттарға. Енді does not play, яғни he does not play, ол ойнамайды. He doesn't play. She doesn't play. It doesn't play. Енді мына does not-тың қысқарған түрі doesn't. N, апостроф және Т. Міне, doesn't, don't-тікі, do not-тікі don't, does not-тікі doesn't. Яғни, мына түрін қолданасыңдар ма, жоқ қысқарған түрін қолданасыңдар ма, ол өз еріктерін, өз қалауларын екеуі де дұрыс. Яғни, he, she, it-те doesn't болады, I, одан кейін we, you, they. Біз, сендер, оларға да осы үшеуіне де don't болады. Яғни мұна I, we, you, they-ге don't болады. He, she, it-ке doesn't болады. Мұна жерде де play бар, play. Ал етістіктер ешқандай да өзгеріске ұшырмайды. Өзі күйінде мұны. Play, play, play. Көрдіңдер ме? Ешқандай да жалғау жалғанбайды. Тек мына ортасындағы қосымша жалғаулар, сөздер, қосымша көмекші сөздер өзгеріп отырады. Яғни I, we, you, they don't, he, she, it doesn't. Енді бұны қазір мен сендерге әдемі таблицасын жіберемін. Сол жерден тағы да түсінбесеңдер түсініп алсаңдар болады. Енді бүгін сендермен яғни сұраулы түріне question формасына мысалдар орындаймыз. Тапсырма